Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, YouTube каналыма тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Эмоциялық зерде. Орта мектепті алтын белгіге, университетті қызылға бітірген көптеген адам өмірде алған біліміне сай жетістікке жетудің орнына отбасында бақытсыз, қоғамда нақты орын таппай, шет қақпай болып жүргеніне куә болудамыз. Тіпті мектеп пен университетті зорға бітіргендердің қол астында жұмыс істеп жүрген үздіктер қаншама. Гарвард университеті ең білімді түлектерінің университеттен кейінгі өміріне 10 жыл бойы қадағалау жасайды. Университетте үздік оқыған талапкерлердің бәрі бірдей өмірде жетістікке жете алмағанын байқайды. Олардың кемшілігі эмоциясын дұрыс басқаруды білмейді екен. Өздерінің әлсіз тұстарын танымағандықтан қате шешімдерге барады. Күрделі жағдайда сыр беретін сезім ықпалынан шыға алмай, күйгелектікке салынып, теріс әрекеттерге ұрынғыш келеді. Ең бастысы, адамдардың көңіл күйін бағамдап, олармен дұрыс қарым-қатынас құра білмейді. Болмашы нәрселер үшін дауласып, жиі шиеленіске түседі. Соның салдарынан мектеп пен университетте алған білімін өмірде тиімді пайдалана алмайды. Жоғарыдағы зерттеу қорытындысынан кейін тек IQ-дің жоғары болуы жетістік кепілі емес, адам түрлі жағдайларда өз сезімін басқара алуы және басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас орната білуі аса маңызды деген қорытындыға келеді. Бүгінде батыста көптеген университет талапкерлердің эмоциялық зердесіне аса мән беруде. Өйткені жетістіктің 20% ғана білімге байланысты болса, қалған 80% IQ-ға, яғни эмоциялық зердеге қатысты екен. Қазіргі таңда көптеген компания жаңа қызметкерлерін, әсіресе SEO басшылық лауазымына адам таңдағанда, олар эмоциялық зердесінің даму деңгейіне назар аударады. Адамдар арасында қарым-қатынас алғаш рет әлеуметтік интеллект ретінде қарастырылуы Эдвард Ли Трондайктың зерттеулерінен кейін 1920 жылдардан бастау алады. Содан бері эмоциялық зерде ғылым ретінде үнемі зерттелсе де, оның маңыздылығы 1980 жылдан кейін біліне бастады. Ғылымға эмоциялық интеллект терминін америкалық психологтар Питер Селовей мен Джон Мейер 90 жылдары енгізді. Америкалық ғалым Даниэл Гоуманның 1995 жылы жарық көрген эмоциялық интеллект неліктен IQ-ден де маңызды кітабынан кейін EQ дербес ғылым ретінде әлемде кең қолданысқа ие болды. Эмоциялық интеллект дегеніміз не? Оған өзіңді толық тану, әлсіздіктерің мен артықшылықтарыңды дәл бағалау, түрлі жағдайда көрініс табатын сезіміңнің түпкі себебіне үңіле білу, оның қате әрекеттерге түрткі болуына жол бермеу, эмоцияңды басқару қабілеті. Сондай-ақ өзіңді өзгелердің орнына қоя білу, адамдардың сезімін терең аңғару арқылы дұрыс әрекет, тиімді қарым-қатынас құруға икемді болу деп анықтама беруге болады. Адам баласының бойында қуану, қайғыру, үрейлену, қобалжу, ашулану, ренжу, қызғану секілді түрлі сезімі бар. Адам баласы көбінесе ашуланып, яки қуанып немесе қайғырған сәтте қызғанышқа бой алдырған тұста қате шешім, бұрыс әрекеттерге барып жатады. Мысалы, бойын қуаныш билеп тұрған сәтте уәдені үйіп-төгіп беріп, кейіннен оны орындауға шамасы жетпей, опық жеп қалатын кездер аз емес. Ондай жандар көбінесе берген уәде үдесінен шыға алмағандықтан, жұрт алдына абыройдан арылып, өзіне деген сенімін жоғалтады. Осы жолды жазып отырған өз басым талай рет осындай оқиғаларды бастан кешіріп, уәдемді аса қиындықпен орындаған кездерім болды. Адам бойындағы кез келген сезім, түрлі эмоция бостан босқа берілмеген. Эмоциясыз адам ол ауру немесе ақыл есі жетілмеген адам. Ешқашан қуанбайтын, мүлдем ашуланбайтын, еш нәрсені жек көрмейтін, әсте қорқпайтын адамды елестетіп көріңіз. Көз алдыңызға бейне робот секілді жансыз, суық адам елестеді ме? Міне, адам мен роботтың басты айырмашылығы сезімде жатыр. Алла тағала адамға кез келген сезімді босқа бермеген, әрқайсының өз орны һәм қызметі бар. Бастысы, бойдағы сезімді орнымен, өлшем арнасынан асырмай қолдана білуде. Аристотельдің барлық адам ашулануы мүмкін, бұл оңай. Бірақ лайықты адамға қажетті мөлшерде, дәл уақытында орынды себеппен тиісті түрде ашулану оңай емес дегені жоғарыдағы пікірді қуаттайды.
Эмоция шешім қабылдау процесіне белгілі бір деңгейде сөзсіз әсер етеді. Таза рационалды шешім деген мүлде болмайды. Мысалы, бойдағы қорқыныш сезімі қауіпсіздігімізді арттыруға итермелейді. Ашу өзіңнің және жақындарының мүдделерін қорғау үшін қажет. Қайғы талдауды талап ететін іске, оқиғаға назар аударуға көмектеседі. Қуаныш шығармашылық ойлауды дамытады және стереотиптен шығуға ықпал етеді. Адамға қызғаныш сезімі қорғаныс үшін керек. Айналаңдағы таныстарыңның жетістігі мен ақшасын артықшылығын күндесең, бұл сезімді жөнсіз қолданған боласың. Ал қызыңды, әйеліңді, қарындасыңды арам пиғылды пенделерден қызғану жақсы қасиет. Еліңнің байлығын көпе-көрнеу тонап жатқандарға көріп, соны қызғансаң, онда сезімді орнымен қолданған боласың. Алла мұндай сипаттағы қызғанышты табиғи қорғаныс үшін берген. Ал бойында мұндай қызғаныш сезімі мүлде жоқ болса, онда ынжық, намыссыз, қарабасын ғана ойлайтын өзімшіл пенде болып шыға келесің. Жек көру деген сезім бар. Оны жаман деуге асықпайық. Иә, орынсыз, лайықсыз қолданып, өзіңе ұнамайтынның бәрін жек көрсең, ол жаман. Ал ұрлық, зина, жемқорлық, мақтангершілік, қиянатты жек көрмесең, кім болғаның? Айналаңдағы орын алып жатқан әділетсіздікті жек көре алмасаң, қоғам алдындағы жауапкершілігің қайда? Ендеше жек көру түгелдей жаман емес. Түрлі сезімдердің бой көрсетуі адам мінезінің табиғи көрінісі, бірақ сезім қате әрекетке түрткі болмауы тиіс. Мысалы, барлық адамға ашулану сезімі бар адамда. Бұл түрлі жағдайда көрініс тауып жататын табиғи құбылыс. Бірақ ашу сезімі бізді айналамызға дөрекілік таныту, қол жұмсау секілді қате әрекеттерге итермелеуіне жол бермеу, ашуды орнымен һәм өлшеммен қолдана білу өз қолымыздағы дүние. Міне, осы жерде эмоциялық зердесі дамыған адам мен оған мақұрым жандардың айырмашылығы білінеді.